Бүгін сенмен бірге кім келді студиямызға? Бірінші мектептің ауылдың аттарын айтсай. Ой, кешірім сұраймын, иә. Кешір, иә, алдымен мектепті, иә. Ауылдың атын атайық ендіше. Ауылың аталады? Апсылдық. Қалай? Апсылдық. 60 жылдық деп аталатын ауыл. Солай ма? Ауылға қошемет танытайық. Енді мектеп сұра дедің бе ары қарай? Сұрайын. Қай мектепте оқисың? Егізқұм. Қалай? Егізқұм. Егіз құм? Сен 4 жасыңда сонда мектепке барып жүрсің бе? Онда әлгі мектеп туралы қайдан білесің? Санеға сөмелетті. Демек сенің әпкең мектепке барады ғой, е? Күніге таңертең кетіп қалады, сені тастап, ойнамай семен, е? Сен де мектепке барайын деп жүрсің бе негізі? Барғың келе ме? Әлде бармай-ақ математиканы біліп жүрсің ғой енді? Бармай қоясың ба? Барасың ба? Жақсы. Сонда үйде әпкең бар екен, біз түсіндік. Тағы кім бар? Наку әпсем. Қалай? Наку әпсем сосын Ерсұлтан ағам. Үшеусіңдер ғой сонда, е? Төртеу. Сен, әрине, кешірші, сені қалай есептемей қойдым. Сонда тағы да анаң бар, әкең бар? Алтау. Алтау. Әже, апа? 8. Біз бәрін есеппен. Ана Қайрат ағамен 10. Қайрат ағам. Тағы да? Мәтшік апамен 11. Айта бер, санай береміз. Сиыр бар ма? Қосылмайды. Адамдарға қосуға бола ма екен? Менше 12. Қалай үйрендің? Мен де үйренгім келеді. Қалай үйренеміз? Елге 59 қой. Ал 27 ана бұлады. Қиын ғой, қалай сонда? Мен түсінбей жатырмын. Сен 50-ге 50-ді оңай қоса саласың. Сонда сен басыңда қоса саласың ба соны? Ойланып отырамын ба мен? Ойлану керек бәрі бірде. Оңай емес ол, иә, негізінде, иә? Біреулерге көрінуі мүмкін, оп-оңай шығар деп. Сонда қалай үйренеміз? Ой, калькуляторда асасында кіресің. Сосын сандарды қосып отырасың сол кезде үйреніп аласың тездес. 3 жердегі 3-ше? 3 жердегі 9. Одан да оңай. Ой, оңай ма? Сол сөз бопты ма, е?